Ереке тағы да бір нәрсе есептеп жатыр. Есептеп жатсыз Ереке? Қазір айтамын. Асықпашы. Так. Хит таблица ма бұл? Жоқ. Тыңдаңыздаршы. Бүгін 31 декабрь, 12 ай, 2025 жыл, солай емес па? Енді цифрларына мән берейікші. 3 пен 1. 3 пен 1-ді қосатын болсақ 4 болады, дұрыс па? 12 ай, 1 мен 2-ді қосатын болсақ 3 болады. Енді жылын қара, 2, 0, 2, 5 бәрі қосатын болсақ 9 болады. Сонда бүгінгі күннің цифрасы 439 болып тұр да, бүгінгі күндікі. Ал енді қараңызшы, 2026 жыл 1 январды көрейікші, 0 мен 1-ді қосқанда. Неше болады? 1. 1 ай ғой, 0 мен 1-ді қосқанда. Неше болады? 1. Мынаны сандарын қосақ, 2, 0, 2, 6-ны қосайық. 10. 10 болса 1 мен 0 тағы қосамыз, ұқсай емес па? Неше болады? 1. Сонда бірінші жылдың саны бізде 111, яғни үшеуі де бірдей. Өзіңіз ойлаңыздар, дұрыста, ол не деген сөз? Яғни дәл сол күні сіз өзіңіздің арман тілектеріңізді жазатын болсаңыздар, ол точно орындалады деген сөз. Сондықтан үйсіз жүрген қазақтарымыз, өзіміздің бауырларымыз дәл осы күні тұра салып бір параққа жазыңыздаршы. Мен осы 2026 жылы 3 бөлмелі үйлі болады, осындай районнан осылай болады, мен балама үй алып беремін, өзіме үй аламын, ата-анама үй аламын деген сияқты. Осындай жоспар жасаңыздар, Алла тағала сіздерге соның барлық мүмкіндік жасайтын болады. Сондықтан әр қазақ үйлі болсын, шын жүректен тілектеспін. Келе жатқан жаңа жыл баршаларыңызға құтты болып, берекелі баспанада өздеріңіздің қоныс тойларыңызды тойлатып жүре беріңіз. Сау бол! Рахмет.